Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сәкен Жүнісов 1934 жылы туылған. Сәкен Жүнісов 1934 жылы Көкшетау өңірінде дүниеге келген көрнекті жазушы, белгілі драматург. Ол Ахан сері, Жапандағы жалғыз үй романдарын, Заманай мен Аманай хикаятын, тағы басқа шығармаларды жазған. Қазақтың атақты серісі, әншісі, ақыны, сазгері. Ахан сері туралы роман дилогиясы туған әдебиетіміздің бір шоқтықты биігіне бағаланады. Ақырғы бәйге Ахан сері романынан. Асқа келген жұрттың аузына Ахан мен оның құлагері қатар ілікті. Түні бойы әр киіз үйдің астында болашақ ұлы бәйгені шуылдасып, сөз қылғандар қазақ даласында соңғы жылдары алдына ат салмай жүрген көкшенің дүлдүлін көргенше асыққан. Әне, құлагер келе жатыр. Мынау бір сары ала жабулы құлагер болар деген дауысты естігенде жұрт лезде жиналды. Кәне, қайсы? Мына бір әдемі жабулы ма? Деп үстіне төніп, қоршап алғандар ынтыға жетіп көргенде сенбей де жатыр. Жоқ, бұл құлагердің нағыз өзі, деп шаңқ еткен дауыс шықты. Жұрт жым болып жалт қарасты. Үстінде жеңі салақтаған, кең шидем шапан, басына елтіріп өрік киген, жағына пышақ жанығандай арық, шоқша сақал, шүйкиген шал екен мұны айтқан. Ойбай, күреңбай ақсақал, десіп атақты күреңбай сыншыны жанына танып, бәрі соның аузына үнсіз қарасты. Күреңбай көп ішінен алға суырылып шығып, аттың жалынан сипап, мойынын қағып, кейін шегініп, тағы да алды-артын бір орап шықты. Жұртта үн жоқ. Ертеңгі болар бәйгенің болашағын табан аузында осы күреңбай шешетіндей демдерін іштерінен алып, сыншының әр қимылын бақты. Шал бір кезде: апырмай, мақтаса мақтарлық, алдынан аң құтылмас, бойына шаң жұқтырмас, нағыз ауыздығымен құс тістеген жануар екен. Мен көрген сәйгүріктердің ішінде мұнымен үзеңгі қағыстырып, тізе соғар жылқы баласы әлі бұл өлкеде туған жоқ деп тамсанғанда, жұрттың аузы ашылып, құлагерге тесіле қарады. Оны қайдан біле қойдың? Сен де танти береді екенсің деп батыраш намыстан булыққанда, күреңбай оған да мойын бұрмады. Жүйріктің әр мүшесіне баға беріп сөйлеп кетті. Шіркіннің тұрқын қарашы, тұрқын. 12 таспадан өрген ұзын бишіктей, күзеңдей бүктетіле шапқанда тұрқы қысқа бұзау толып, аттарыңның 2-3 аттанғанын бірақ алатын қарышты жануар. Терісі қандай жұқа, көзел етіктің бұлғарысындай мап-майда, ет пен терінің арасында жылтыраған бір май жоқ. Басқа аттар ақ көбікке малынғанда, құлағының түбі де жіпсімейтін көмбіс ақ, денесінде бір жапырақ арамет жоқ. Тамырларын білем боп шодыраюын қарашы. Қанша шапса да басы айналмайтыны қаны мол, тынысы тарылмайтын құлаш кеңірдек талыс танау. Тәует бастағы қос құлақ балқаштың қисық кеткен қамысындай, жағында ұстарамен кесіп алар қырымет жоқ. Топшысы қаршығаның топшысындай, қос шынтақ күреске ыңғайланған, балуанның шынтағындай кең қолдық күреске ыңғайланған, атан түйенің қос тобығы сиып кеткендей, аяғы қаққан қазықтай тік, тұяғы мүжілмейтін оқ жетпестің қайрақ тасындай, быртық бағай, ит жіліншек, тазы тізелі, бөкен санды, сіңірі буыра тілерсек, екі бұттың арасынан 2 адам жүреліп өткендей, жібектей күлтеленген майда жал, жеңіл құйрық, жаясы қандай жазық, қасқыр жауырын, түлкі төс, қоян жонды. Тәулікке тамбай жапса да теңселіп, шатқаяқ тамай, садақтың оғынша түзу шабатын малдың белгісі. Жарықтықтың маужырап бейғам, марғау тұруын қарашы. Ала қашпа, тыз етпе, ақпай емес, қаны қызып, денесі бусаны келе ағындайтын нағыз ұзақ шабыстың деген өрен жүйрігі. Шапқан сайын үдей түсетін, өрге салсаң, өршелене түсер ұшқыр, нағыз құйынның құйыны деп. Күреңбай құлагердің қасына келіп, төспен астасқан қолтық тұсындағы тасты қабырғадан сипап, бүйірге дейін барды да: па,
апа, білдім бедім-ау, ерен туған ерекше мал екенін. Бәсе деп таңдайын қақты. Қанаты бар екен жануардың, мынау жай мал емес, бірақ екен. Тфе, тіл көзден сақтасын. Не дейді қанаты? Бірақ қанаты бар дейді-ай. Ол қай жерінде? Қолтығында май? Деп таңырқағандар үнсіз қалған Күреңбайға шыдамсыз телмірді. Күреңбай көпке дейін ынтықтырып айтпай тұрды. Не қылған қанат? Біраздан соң сен шал жаман керді көкшенің басында ұшқан бүркітке теңестірерсің, деп Батыраш ерніндегі былжыраған насыбаймен қоса шашырата түкіргенде барып, кез келген жылқыда өздерің білесіңдер 12 қабырға болады, ал бұл құлаққырде бір қабырға артық. Міне, қанат деген сол қабырға. Көріктей өкпені қыспай, кең тыныстануына бір себеп сол дегенде жұрт не дейді? Естімеген елде көп. Мынауың шынында да жаратылысы бөлек жануар болды ғой. Нанайын ба, нанбайын ба? Кәне санайықшы десіп құлагердің қабырғасына ұмтылғандарды Күреңбай тыйып тастады. Әрі тұрыңдар, о несі? Сенбей тұрмысыңдар? Бәйгеге шабаратқа қол тигізбес болар. Еті қанталап кетеді. Бұл қазір бабына келіп, сылап сипаумен тұрған, сұлы бұлаудан бузанып шыққан сұлудай нәзік жануар емес пе? Қолдың уыты тиеді деп шаңқылдаған ащы даусымен көпті кейін шегіндіріп, аттың терін жалады. Содан соң сыртта жетекте көп жүріп келіп, бір ақ құмалақ тастаған аттың қиын алақанына салып сығып көрді де, қолын етегіне сүртті. Шіркін-ай, атымда ат ақ, баптаушысы да сабаз екен. Ат шаппайды, бап шабады деген бар емес пе? Құлагердей аттың бабы келсе, мұның алдына кім түсер деп Күреңбай тамсанып тұрды. Терінде сықпа құрттың дәміндей дәм жоқ. Жеті тері алынған, бір қасық ащы тері бойында қалмапты. Құмалағында да қоянның көз жасындай бір тамшы су жоқ. Ерейменнің бауыры маужырап, желсіз тамақ күндер жиналған азашылардың көңілін өсіріп той-думанға дала табиғаты бар нұрын төгіп тұрғандай. Елдегі сәскеге дейін жататын бейғам ұйқы жоқ. Жұрт таң сәріден тұрып көршілеріне қатынап, ақ үйлердің арасында жосыла бастайды. Күн шыға, Құсақ көлінің айдынына шомылып, қаздай жүзіп, бойлары сергіген жұрт таңғы астарын шуласа, даурыға отырып ішкен. Кей үйлердің астында бірін-бірі қақпақылдап, әзілдеп, ұзақ сонарда түсіп, қызық хикая шертісіп, өзді-өзі мәз болысқан қонақтар бір кезде үріккен қойдай дүрлігіп далаға ұмтылды. Әр үйдің киіз есіктері түріліп, желпілдеп, қызыл-жасыл оюлы қос есіктер шалқасынан сарт-сұрт ашылып, адамдар бірін-бірі баса сыртқа атып шықты. Кең көшенің басында су жорғаны тайпалтып жалғыз аттылы келеді. Ат үстінде жас бала тікесінен тік тұр, қолында сырнай. Сырнайдың кеңірдек көрігін жыртып жіберердей құлаштай созған бала айғайын салып әнге басып шырқап барады. Көшенің екінші басына жеткенде қайта бұрылып, қолындағы сырнайын анадай тұрған топқа лақтырып жіберіп, енді ат үстінде неше түрлі ойын көрсетіп, жүз бұратылды. Тейіндей домалап, басымен тік тұрып, біресе екі қолмен көтеріліп, енді бірде жорғаның мойнына жыланша оратылып, аттың кеудесінен астынан бикештей сумаңдап, қайтадан ердің үстінде қаздиып, оқыс құлап, бір аяғымен таралғыға ілігіп, басын салбыратып, жерден күміс алғандай созыла түсіп, қайта лып етіп ат үстінде көзі ілеспей шығады. Ойпырмай, мына бала не деген өнерлі еді. Өзінде буын жоқ немене ғой. Ойпырмай, мерт болар ма екен? Әй, мынау кеше ақындармен бірге өлең айтқан бала емес пе? Иә, әлгі Шашубай деген бала, Қошқарбайдың Шашубайы. 11-12 шамасындағы Шашубай енді бір өткенінде қолына қабағы аршылмаған талдан қиған екі таяқ алып ойнатты. Саусағының басына иығына дейін жорғалаған қос таяқ, ұзын көгала кесіртке сияқты. Бірде кесірткелер оқ жыланша атылып, баланың басының айналасында зу-зу етеді.
Енді бір сәт төбесіне қойған қостаяқ қаққан қазықтай қақиып, ін аузындағы суырша сілейіп, қимылдамай сіресіп қалады. Уа жарандар, жарандар, бәрің де маған қараңдар, тез арада тараңдар, аттарыңа мініңдер, тауға қарай жүріңдер. Онда ат жарыс, онда көк бар, онда күрес, бәрі бар. Жасың да бар, кәрің бар, бірің қалмай бәрің бар. Көмулі жатқан сап алтын ат үстінен ділда алсаң, садақ тартып биікке жалтыраған жамбы атсаң, бірің қалмай бәрің бар. Бар қызықтан қаласың, қымыз ішіп ет асып, құр жамбастап жай жатсаң, ал жараңдар, жараңдар, атқа жылдам қоныңдар, ал болыңдар, болыңдар. Жұрт бас қосқан неше күнгі ас тосқан, неше бір қызық ойын бар, белшеден батып тойыңдар, ал болыңдар, болыңдар. Аттылы жігіттің үні де зор екен. Жағалай отырғандарды жеңіл бүлкілмен жағалап тақпақтата жөнелді. Уа жарандар, жарандар, уа қалайық, қалайық, сарыарқаның белінде ақ сары, кір сары елінде жасыл құрақ, ақ айдын шалқыр құсақ көлінде жоңышқасы жайқалған, бәйшешегі шайқалған, ну орманы шулаған, ақ бұлағы тулаған, ерейменнің жерінде неше бір жүйрік сәйгүлік, демеңіз мұны қай мүлік, бағасына құн жетпес, шабысына үн жетпес, ұзаққа талмай салғанда неше бір дүркін күн жетпес. Тұлпарлар мұнда келіп тұр, алдынан киік құтылмас, жетпесе сірә ұмтылмас. Тасқада салсаң шабатын, басқада салсаң шабатын, Алатаудың аласы. Барса келмес аралда құланды қойша қайырған, жыланның көшкен ортасын үстінен таптап өткенде қанжоса ғып айғырған кіші жүздің қарасы.